ана білген дұрыс деген бір канал бір боғауыз қолданды. Шешең мыналар құтырды деп қойды. Неге? Ана халықтың қарапайым төмен орта деңгейдегі қазақтың жастарының қанын қызыту. Қараңыздар, білген дұрыс деген каналды қараңыздар. Шешең мыналар тағы құтырды дейді. Бетіне, экранның бетіне фонға жаңағы Ұйғырстанның туын бетіне сызып алған Ұйғырдың екі жас жігітінің суретін салған. Ол сурет қайда? 2010 жылы 5 шілде күні Алматы қаласындағы Республика сарайында өткізілген жиналыста түсірілген сурет. Ал ол не сурет? 2009 жылы Шығыс Түркістанның Үрімші қаласында 5 шілдеде болған ұйғырларға бағытталған қанды қырғын, қасап қырғынның 1 жылдығына орай Қазақстанның ұйғырлары Алматы қаласында Республика сарайында арнайы сол жерде жиналыс өткізеді, еске алу мұрасын өткізеді. Сол кезде түсірілген фото. Беттеріне кәдімгі Ұйғырстанның көк ай жұлдызды туының суретін сызбаған. Сол фотоны қойған. Ар жағына ананы қойып қойған. Ал қазіргі қазақ қоғамындағы нөмірі бірінші мәселе сол Ұйғыр ауданының атын өзгерту ме? Қалған қазақ бақыттан басың айналып, әрбір қазақтың жігіті 4-тен, 5-тен, 10-нан тоқал алып, балан 40-50 болып, әшейін әрқайсында 1 миллион гектар жер бар, мінгенің жип, жегенің қазы қарта, ішкенің қымыз болып, не істеріңді білмей екі кебісті бір-біріне ұрып отырсың ба? Ей, аш жалаңаш сорлы қазағым! Үрерге итің жоқ, сығарға битің жоқ, айлық табысың шайыңмен наныңнан аса алмай отырған бейшара сорлы қазақ. Енді сенің ата-бабаңнан қалған, ата-бабаңның қанымен суарылған мына ұланғайыр даланың бүгінгі Қазақстан деген алақандай бір пұшпағын сатап, соның өзін көп көріп сатам деп отырғанда, енді сені келіп әдейге ана өзі сорлы болып, өзі шерменде болып, Қытайда 10 миллион, мүмкін оның аржақ бер жағындағы ұйғырын Қытайлар қанды қасап, қырғын, геноцид жасағанда қыларға қайраны болмай, отырған ұйғырлар мен қазақтардың ортасына от жақпақшы. Неге? Неге жақпақшы? Неге соны істемекші? Неге соны тура осы қазақтың жері сатыла ма, сатылмай ма дегенде осыны алып шығып әлеуметтік желіде дау қозғап жатыр. Фейсбукты қарашы, Инстаграмды қарашы. Ана кім екенін білмейтін өтірік қаптап шығып, ұйғыр халқының атына неше түрлі сөзді айтып жатыр. Жай кез болса бір сәрі. Жай кез орыс ұйықтап қалған, мас болып, Қытай ана жағында бақашаңын жеп жатыр. Енді қазақ қайтеді, қазақ ой деп аңырап әшейін, басы қатып, жаңағы қайда мәселе, қайда дау деп қазақ ерігіп отырған кез болса екен бір сәрі. Дәл осы жер, қазақтың жері сатыла ма, сатылмай ма дегенде қайтеді? Назарды басқаға аудару керек. Тағы да мыңдаған қазақтың жігіті тұтқындалу керек. Бүкіл қоғамдық медианың назарын ана сол төбелес болу керек. Ол төбелесте мүмкін ұйғырдан 100 жігіт өліп кетуі мүмкін. 100 отбасының жаңағы үйі өртенуі мүмкін. Қазақтан 100 жаңағы 50 жігіт, 60 жігіт өліп кетуі мүмкін. Ола 1000 жігіт істі болуы мүмкін. 1000 жігітке іс қозғалып, тексеріп артынан түктен жоқ қылмыссыз екенсің деп босату мүмкін. Ал сосын барып ана жерден бір 100 жігітті алып, соны ресми түрде қылмысты деп соттау мүмкін. Қордай алдыңда тұр ғой. Кеше ғана болды Қордай оқиғасы. Қаншама адам өлді, қаншама үй өртенді. Ана Қордайдағы өртенген үйді кім өртей алады айтып үйді? Анандай үйді кім өртей алады? Арнайы жасалған молотов коктейлі, арнайы қолдан жасалған газ бомбалар. Ол және сенмен жасай алмаймыз оны. Ол зауыттан шыққан, ол кімнің қолында ол қару? Бүйтіп лақтырып жіберсе жанып кеткен үйлер. Кім жасайды оны? Сен өртей аласың ба? Мен білмеймін, мына өмірімде мысалы, міне 12-15 жасымда бір ауылда тонарға бір от жағып көріппін. Оның өзінде ауылға барғанда, жаңа туысқандардың үйіне барғанда тонарға от жақ дегенде жағып көріппін. Соның өзінде бір сыңдап, жаңа кәшекті әкеліп, оған ағаштың шырпысын қойып, оның үстіне жаңа ағаштың қойып, от жағып. Мен осы өтіп кеткен 2020-ның жазында ауылда жүргенде монша жақтым. От жағудың қандай болатынын сол кезде есіме қайтадан алдым. Моншаға кәдімгі ағаштың шырпысын қойдым. Оның астына немене қойдым, шөптің кәшегін қойдым. Оның астына жаңа дәу ірі бұталарды шабылған жаңағы отынды қойдым. Ал жағып көргеп. Бір
пеште моншаны жағудың өзі қиямет қайым болғанда, ана біреудің үйін бүйтіп лақтыра салғанда өртеп жіберу, ол сенің қолыңнан келе ме, жай қазақтың қолынан келе ме? Оның бәрі ұйымдастырылған спектакль. ютубке кіріп қордай спектаклі деп жазып кіріңіздерші. Міне, неге? Өтіріктен қоғамның желін шығарып алу деген сәбеттен қалған орыс сасыған бір ескі сасық технократтардың надан, топас, мына мемлекетті елді осындай дүрбелеңменен, қолдан жасалған қайшылықтармен, қолдан жасалған шоуларменен басқарудан басқаға миы жетпейтін өңкей мына ұрғары құл-құтанның тұқымдарының ойлап тапқаны. Болмаса Америкаңда жүр ғой мың бәлен халық, Еуропаңда жүр мың бәлен халық, бәленбай этностан тұратын Люксембург жүр, бір мемлекетте 4 тілде сөйлейді Люксембургте. Мысалы, әкесі немісше газет оқып отырса, шешесі французша телевизор көріп отырады, біреу голландша жаңа тапсырма орындап отырады, баласы тағы біреусі Люксембургтің бір тілін сөйлеп отырады. Францияңда да сондай, Бельгияңда да сондай, Голландияңда да сондай. Қаншама халық, оған сырттан әкелген иммигрант есепте. Солардың бәрі тату-тәтті тұр ғой, заңмен шешіліп жатыр мәселесі. Американың өзінде күні кеше Black Lives Matter болды. Бірақ заңмен шешілді. Содан тұтас қоғам дүрлікті ме? Бірақ соны пайдаланған біреулер биік жерге жетіп алды, білесіздер, оны айтпай-ақ қояйық. Бірақ жалпы осы қақтығыстар, қолдан жасалған қақтығыстардың артында үлкен шоу, үлкен қастық жатады. Мынау әлеуметтік желіні қарап отырсам, ұйғыр халқының атына аталған не бір ызаға, кекке, өшпенділікке толы сөздер, соның бәрін қарап отырсам, бәрі мыналар. Айналайын қазақ, қазіргі сенің жауың, сені 30 жыл тонаған, 30 жыл ұрдаған, ұлыңды құл қылған, қызыңды жезөкше болуға мәжбүрлеген, дініңді мың сан сектаға бөлген, өзіңнің тоз-тозыңды шығарған, еліңнің жеріңнің телім-телім шығарып, жер шарындағы ең қайыршы, ең кедей, ең сорлы, ең надан, ең білімсіз қауымға сені әдейі қалтырып қойған, батпаққа батырған кім? Кім сенің жауың? Мына азғантай кеше ғана орыстар жаңағы Шар Россия кезінде барып жаулап алған жаңағы ұйғырлар ма солар? Солар алып кеп Алматыға мәжбүрлеп көшіріп алып кеп қойды. Мына Шонжаға, Жаркентке көшіріп алып келді. Солар ма саған жау? Сол ма сені ұлан қайырдалаң? Ұйғырлар жасайтын жер қазақ жерінің 1%-на жетпейді. Сен ана қара, батысың Кавказдан бері, ана Орал, Еуропада жатыр ана. Атырауының аржағы Еуропа, Оралыңның аржағы Еуропа, Кавказ тауы, Орал өзені. Сен мына жағың шығысың, мына бейтіп Алтайда жатыр. Алтай мен Атыраудың арасы. Ұйғырлар міне Жаркент пен Алматының ортасындағы бірнеше ауылда жасайды. Жаркент Құрттай ауыл, Шонжа Құрттай ауыл, Шелек Құрттай ауыл болды. Енді келіп сенің ана ұлан қайыр далада өсіп өнген сенің ең көп қазақ халқында бар, ана азғантай бір өзі кеше ғана шеттен кірме болып, келімсек болып қалған азғантай халықпен соғыстырып отыр. Сол лайық па? Сол лайық па сол соғыс? Ол міне кеше ғана ютубте тұр, фейсбукте тұр. Сол жаңағы азғантай ұйғыр сенің Оралыңды басып алайын деп тұр ма? Павлодар Семейіңді басып алайын деп тұр ма? Петропол, Қызылорданы барып жаулап алайын деп тұр ма? Шымкентті барып Ұйғырстан жасайын деп тұр ма? Ол сені аздырмақшы болып отыр. Ол 30 жылдан бері шешкіш болса, бір бұйрықпен шешілетін нәрсе. Бір бұйрықпен шешіп қоятын нәрсе. Шешпейді әдейге. Неге? Анау есектің, диірмен тартатын есектің төбесінен, диірменнің тасының төбесінен ағашты жалғайды, бүйтіп міне. Тура менің қолым сияқты. Диірменнің тасы тұр ғой, сол ағашқа бір уыс шөп іліп қояды. Есек бейшара ана шөпті жеймін деп, ана шөп жүрген сайын ағаштар жылжиды, есек бүйтіп айланады, ағаш бүйтіп айланады, сөйтіп ана есекті жүргізтеді міне. Сол сияқты қазақ қоғамында мәңгі шешілмейтін бұл мәселелер сол есектің алдына іліп қойған бір уыс шөп сияқты. Диірмен айдайтын есектің алдына. Міне, сөйтіп әр кезде қоғамның бір желін шығарып алады. Ана жоғарғы қысымды парғазан болады ғой, атлайын деп тұрғанда. Іші бұрқ сарық қайнап атлайын дегенде піс еткізіп ана кнопкасын басып парғазанның жоғары кернеулі қазанды білесіздер ғой. Піс етіп желін шығарып қояды.
Міне Сәбетский сасық, надан, топас, ұрғары біздің саяси технokraттардың әдісі қоғамның желін шығармақшы. Ол желін кімге шығармақшы? Анау Албаты, Бейуаз, өзі жансаны аз, бірнеше ғана ауылда тұратын, өзі азғантай, өзі шарасыз, дәрменсіз, ұзаса сол бірнеше жаңағы әр 100 ұйғырдың ба, 1000 ұйғырдың біреуінде бір кафе, ресторан бар шығар, соларға ақпарат айтпақ. Сол ма сені сорлатқан 30 жыл? Жоқ, олар емес. Ол өзінің күнімен өзі жүр ол. Палауын жасап, самсасын сатып, 1 теңгесін 2 теңге қыламай жанталасып жүрген біреу. Сол ма? Жоқ, ол емес. Ол емес. Ол емес сенің жауын. Сені алдамақшы. Сені сөйтіп соған деген, сенің жалпы мына өміріңе наразысың сен. Өмірге наразысың, қазақ халқы неге кедей, қазақ халқы неге аш, қазақ халқы неге сорлы, неге мына ұланғайыр даладан сенің не тіріңе жер жоқ, не өліңе жер жоқ, өлген қазақты көму үшін де жерді сатып аласың. Ал өстіп сен наразы болып тұрғанда, ана сенің ашу-ыза кегіңнің бағыты әсілі атылатын пунтан болып былай атылатын бағытты басқаға бұрып жібереді. Сонымен ішің босап, желің шығып, жел шыққан доп құса бұш деп жаңағы бір шаруа бітірген болып отырасың. Онымен шаруа бітпейді. Бұл жерде мен Ұйғыр ауданының атын өзгертпесін деп отырған жоқпын. Ол тек қазақ халқын үнемі басқа тақырыпқа арандату үшін қойып қойған дүние. Ол және ол ат Сәбет кезінде берілген ат. Ол оның тарихи атауы емес. Ол жердің тарихи атау емес, ол Ұлы жүз албандардың, Ұлы жүз үйсіндердің 77 ата-бабасынан сол жердің халқы. Ұлы жүз албандар, үйсіндер, жалпы оның ішінде Суаны да бар, басқасы да бар. Сол 77 ата-бабасынан сол жерде жасайды. Ол сол жердің әрбір бейтін қазып қара, әрбір сол шежіресін қазып қара, сол жердің әрбір тауы, тасы, әрбір бұлағы сол халық соны жатқайтып береді. Ал оның бәрін қолдан жасайды. Тура Қордай қырғыны міне. Қанша адам өлді, қанша нет. Сол Қордайда өткенде де бір каналда жарияланды. Жігіттерді ұйымдастырдым, сосын мені ұстады, сосын мені қоя берді. Мен айттым, ана жігіттерді мойныма мен көтерейін дедім, болды. Оларды сен құтқарамайсың деді дейді. Сонда ұйымдастырдым деп жаңағы өтірік фейк ұлтшыл. Ол кім? Ол аңырауға рұқсаты бар есек. Ол үруге рұқсаты бар ит, ол сайрауға рұқсаты бар тоты, ол билеуге рұқсаты бар маймыл. Біздің қоғам сонымен алдап отыр ғой. Елдің бәрі соларды ұлтшыл деп ойлайды. Халық соларды ұлтшыл деп ойлайды. Ал олардың бәрі сені бастап апарып, басыңды боққа тығып кетеді. Міне. Надан қойдың алдында бір серкесі болады. Серкені жардан құлатсаң, қой жардан құлай береді. Сол сияқты. Тура сол сияқты біздің қоғам қайтты. Өңкей 30 жылдан бері сол маймыл әртіс соларға алданып отырдық қой. Енді келіп мына жерді өткізіп жіберу үшін қазақ қоғамда бір дүрбелең жасамақшы. Ол дүрбелеңнің басы міне Ұйғыр ауданының атын өзгерту туралы аяқ астынан облыс әкімі өзгертпейміз деп шешім шығарады. Оған бүкіл жаңағы шыны бар, өтірігі бар ұлтшылдар атылып шығып әлеуметтік желіде Ұйғыр халқының атына сын айтып отыр. Айналайын қазақтарым. Қазақстанда жасап жатқан ұйғырларда ешқандай бір сол жердің атын мен Ұйғыр ауданы қоямын дейтін билікте жоқ. Оларға онда еркіндікті де беріп отырған ешкім жоқ. Сен ол халықтың атына тіл тигізбе. Ол сол жерде мен осы жердің атын мен Ұйғыр қоямын деп солар қойып алған жоқ оны. Оны Сәбет қойып берді. Ал біздің Сәбетскийлер жаңа көк туды жамылып алған, бірақ жүрегінде әлі Сәбеттің компартияның қызыл партбилетін сақтап алған Сәбеттің коммунистері әдейіге ұстап отыр оны. Сен соны түсін.